Мен сол сүйкімсіз қой болып қала берейін, сол қойларға айтайын, есек те құтқармайды. Шошқа да құтқармайды. Жақсы көрсең де ат та құтқармайды, жылқы да құтқармайды, ештеңе құтқармайды. Мына дүниеде бір нәрсе шындық, мемлекет, ұлт дейтін ұғымда ол бауырластық, гендік жақындық, тілдік жақындық, діндік жақындық, анау-мынау көршілік, тарихта бәлен соғыста бірге болып едік деген әңгіме өмір сүрмейді. Ұлттық мүддемен мемлекеттік мүддеде бауырластық жоқ. Тілдік бауырластық, тілдік жақындық жоқ. Көршілік жақындық жоқ. Діндік жақындық жоқ. Тарихи жақындық жоқ. Ұлттық мемлекеттік мүддеде тек мүдде бар. Мәңгілік достық жоқ, мәңгілік жаулық жоқ, мәңгілік мүдде бар. Осыны қазақтар түсіну керек. Сөздің шыны біздің 1000 сағат лекция сөйлеп, 1000 сағат қойыртпақ лекция сөйлеп, айтып отырғандағы бір ғана нәрсені қазақтың санасына сіңдіргіміз келеді. Қазақты ешкім құтқармайды, қазақ өзін өзі құтқарады. Қазаққа Еуропада көмек бермейді, Америкада көмек бермейді, кардашым деп түрікте көмек бермейді, діндесім деп арапта көмек бермейді, бауырым деп өзбекте көмек бермейді. Қазақты өзі ғана құтқарады. Өткенде соғыстың сұмдық сыры деген лекциямды сөйледім. Сол лекциямды тауып алып тыңдаңыздар, қайталап айтамын. Соғыстың сұмдық сыры деген. Сол лекциямды тыңдасаңыздар, менің 1000 сағаттық лекциямды тыңдамай-ақ қойсаңыздар да болады. Мен бүкіл адамзаттық глобалдық деңгейде бәрін жінтіктеп, жіліктеп түсіндірдім сонда. Қайталап айтам, 1000 сағаттық лекциямды тыңдамай, соғыстың сұмдық сыры деген лекциямды тыңдасаңыздар, қазіргі дүние жүзіндегі болып жатқан сұмдықтардың бәрін тәптіштеп, жіліктеп, соқырға таяқ ұстатқандай, соғымды боршалағандай, жіліктегендей түсіндіріп бердім. Соғыстың сұмдық сыры деген. Мен бұл арада қайталамайым. Сөйтіп мәлкілдек шал қырғындағыш, жойғыш ұшақты бермейміз деді. Құйрығы жоқ, жалы жоқ, құлан қайтап күн көрер, аяғы жоқ, қолы жоқ, жылан қайтып күн көрер дегендей, енді отыра қалып еңірейтін заман болды. Зымыраны жоқ, ұшағы жоқ, Украин қайтып күн көрер деген сияқты. Украинның қалы қазір қиын болып тұр. Шынында қиын болып тұр. Міне бүгінгі сөздің түйіні осы. Яғни бұлар өлгелі жатқан Украинға көмек берді ма? Берді. Қорғап жатыр ма? Қорғап жатыр. Бірақ жарықтық Зеленский жылап, еңіреп отырып, маған алыс аралық қататын зымыран керек деді. Берді ма? Бермейді. Сен жаңа жағынан жау талқандап жатыр сон. Қолыңа барып бір шырпы беріп қойды. Жаудың зеңбірегінде. Немесе ине береді жауға, ине піс соқсайды. Жау саған найза шаншып жатыр. Саған ине піс дейді де. Путиннің қолында найза тұр. Зеленскийдің қолында ине тұр. Міне. Қару жарақ беріп қойды жаңа. Хаймарсы бар, анаусы бар, мынаусы бар, берді. Енді шынында енді оған да өкпе жоқ. Оған да өкпе жоқ. Ресейдің әскерін осы уақытқа дейін сол батыстың көмегі болмаса, Украинды баяғыда тасталқан шығарып, еркегін қатын, қатынын отын қып жіберетін еді. Батыстың көмегімен Украин осы уақытқа дейін тұр. Бірақ, әзіргі Украинға ең керек қаруды бермей отыр. Ең керек қаруды бермей отыр. Мына YouTube'те, Facebook'те албат оттап жазғандар болса, өшіре салу керек. Міне, Жаң Петр деген біреу шығып апты. Өзі аты, фамилиясы Жаң, аты Петр екен. Міне, блоктай салам, отыр сосын. Ешкімге жауап бере алмай, бастығын отчет бере алмай,
отырасыңдар. Бұл әңгіме осы. Шынында өте ашынышты, өте ауыр, бірақ болған шындық осы. Мен енді тағы да ақпараттарға негізделе отырып, ойбай бәлен қаласын зымыранмен атты, битті, әйтті. Енді соңғы деректе Ресей тағы да 500 миллион әскерін жасақтап жатыр. 500 миллион әскерін жасақтап жатыр. Сөйтіп, мына көктемге қарата Украинға тағы да сұрапыл шабуыл бастамақ. Ал бұл нені білдіреді? Бұл Путин құтырғанның үстіне құтыра түсті. Путин құтырғанның үстіне құтырып, енді ол соңғы көр аузындағы жанталасын бастады. Себебі ода басқа жол жоқ. Орыста бір ғана нәрсе, кеңістіктен атылатын зымыран, жерден танк шабуылы, басқа жоқ. Бұл қызық жағдай. Енді Украинадағы соғыс шиеленісе түседі. Батыстан келетін танк, Германиядан, Англиядан, Америкадан келетін танктер наурыздың аяғында. Американың танкі тіпті белгісіз. Германияның танкі сәлеркеге, бензинге деген сұраныс аздау, Американыкі сұранысы көптеу, Германияныкі сапалылау, Американыкі техникасы күрделі, бірақ сапасы жақсы. Енді бұны мамандар оқып, Полшаға барып, Англияға барып, бұл танктерді жүргізу, пайдалану, спутникпен хабарласу, ана экранын бәрін пайдалану, бұны украиналық мамандар үйреніп жатыр дейді. Енді солар үйреніп кел, осы танктермен орыстың танкіне қарсы соғысады екен. Кешегі ақпаратта орыстың танк жүргізушісі танкісін тастап, кәдімгі жер оппаға, окопқа тығылып алып, берілгендігі туралы айтылып жатыр. Украина әскерилері қолға түскен сапса орыстың танкісін көрсетіп, жаңағы мынау Т-сериалдағы танкінің соңғысы, мынау жаңа танкі еш жері бұзылмаған, зақымдалмаған бізге берілді. Енді біз бұны Украинаның танкісі қылып, қайтадан орысқа қарсы соғысамыз деп айтып жатыр. Орыста беріліп жатыр. Енді анығында жағдай қиын. Адамдар сол баяғы қалпы. Қалалар қирауда, тұрғын үйлерге ракеталар түсуде, Зеленский бізге тиісті қарулар керек деп айғайлайды. Соғысты не аяқтататынын бүкіл дүние білет, балада шағада білет. Біздің партнерларымыздың қамбасындағы қарулар соғысты аяқтатады дейді. Яғни біздің партнерлардың қамбасында тұр дейді, қолданылмай. Сол соғысты аяқтатады деп Зеленский жарықты зарлап жатыр. Міне, шынында осы. Бірақ батыстықтарға бұл соғыстың жалғасқаны керек. Тағы да айтам, Еуропада, Америкада қымбатшылық. Америкада былтыр міне, Toyota Camry'ге былтыр $42 бакты толтыратымын. Биыл $100 толтырам. Былтыр $42 бак толтырсам, биыл $100 толтырам. Бір толтырғанда. Былтыр $100 сүйретпе супермаркеттегі шарбақтың бір шарбағын толтырып азық түлік алсақ, биыл $100 2 пакет сата аласың. Міне. Көрдіңіз ба? Бұның барлығы осындай дүние. Америкада қымбатшылық. Енді тағы басқа жаңалықтарды айтайық. Оны мынау Facebook'те, Twitter'де, YouTube'тың коммунити бөлігінде біз суретін жазбасын жарияладық. Қытайдан келген зор көлемдегі алюмин өнімін Америка үкіметі кәдімгідей тұтқын қалды, барымталады. Бұл жерде не әңгіме тұр? Неге алюмин өнімін тұтқындады? Себебі бұл алюмин өнімдерінде Шыңжаңдағы қазақтар мен ұйғырлардың құлдық еңбегі, мәжбүрлі еңбегі фактор жатыр. Байқадыңыздар ма? Бірінші, мақта өнімдеріне санкция салынды. Екінші, помидор өнімдеріне санкция салынды. Енді қазір мынау күн энергиясынан алатын күн батарейкалы тақтайшаларға санкция саламыз деп. Неге? Ол да құмнан өндіріледі. Ал құм жаңағы Шығыс Түркістанда ең көп.
Ол жерде құмдықтар, қандай құмдықтар бар? Такламакан құмдығы деген ұйғырлар жасайтын құмдық бар. Жоңғар ойпатында Жоңғар құмдығы деген бар. Сол сияқты үлкен құмдықтар бар.